Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қиярдың пайдасы туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруға болады. Қиярды бүкіл әлем жейді. Иранда оны десерт ретінде де қолданады. Қиярдың пайдасын және оны кімдер жеу керектігін айтатын боламын. Қияр құрамында негізі су құрайды. Сонымен қатар көкөністе А, В, С тағы басқа дәрумендер мен кальций, фосфор, магний, темір, натрий, хром, хлор, марганец сияқты минералдар бар. Қиярды асқазандағы жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру сияқты белгілер болса, бұл аллергияның белгісі. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Сондай-ақ қиярды салатқа қосып, банкіде жауып, әзірлеп жеуге болады. Қиярды күнде жеудің 5 пайдасы. Қияр арзан көкөністердің бірі. Кез келген салаттың дәмін келтіріп, және қыр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Мамандарды айтып жүргені ағзаға ылғал береді. Адам ағзасын судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөлкірейді. Ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамында лагнан және полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіреді. Сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ, сыну, шыттану сияқтылардан аман болады. Ағзаны тазалайды. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Күйзелісті жоқ қылады. Қияр В тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның нервологиялық денсаулығына пайдалы. Қияр адамның денсаулығына ғана емес, бет терісі үшін де пайдасы мол көкөніс. Құрамында теріге қажетті әрі пайдалы дәрумендер кальций, темір, фосфор болғандықтан әжіммен күресетін тез әрі жақсы нәтиже береді. Сонымен қатар беттегі дақ пен безеуден арылтады. Қиярдан жасалатын маска түрлерін өзіңіз үйде әзірлеп көріңіз. Майлы теріге арналған маска. Орташа бір қияр мен алманы үкіштен өткізіп, дайын қоспаны бетке 30 минут ұстайды. Бұны аптасына 2 рет жасасаңыз, тері өңі жақсарады. Содан кейін бетіңізге маска жағуды ұмытпаңыз. Құрғақ теріге арналған маска. Қиярды үкіштен өткізіп, ботқа дайындайды. Оны бір ас қасық қаймақпен араластырып, бетте 15 минут ұстайды да жылы сумен жуып тастайды. Аптасына 2 рет қайталап көріңіз. Әжіммен қорғайтын маска. Қияр мен картопты үкіштен өткізіп араластырып, 15 минуттан соң масканы салқын сумен жуып тастайды. Сонымен қатар қиярды мұздатқышта қатырып, содан соң жылытады. Дөңгелек етіп кесіп, бетке қояды. Бұл әжіммен күресуге арналған пайдалы тәсілдердің бірі. Қияр шырынынан лосьон дайындау. Қиярды үкіштен өткізіп, шырынын сығып алады да, сонымен бірдей мөлшерде спиртпен араластырады. Тұнбаны 3-4 сағат тұрған соң ғана пайдалануға болады. Бұл лосьон әсіресе майлы бетті тазалауға жақсы әсері бар. Достар, назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Беттеріңізді үнемі күтіп, жарқырап жүріңіздер. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.